Туғандар, біздің каналдың көрушілері қандайсыздар? Ассаламу алейкум. Бүгін біз сіздерге экран астында тұрған 170 баш урғачы, 160 урғачы, 10 осы еркек гисар қозыларды көрсетіп береміз. Биылғы 2022 жылғы. Мынау ошол көп бағытта жашырақ алып, чарба ашып, ферма ашып, ет жана май бағытында қойларды көбейтейін десеңіздер, мына ушулар сіздерге бір жақсы вариант болып атат. Аз учурда біз Чүй облысының Соқылық районуна караштуу туғандар. Бирок Дача сууга өтө жакын жерде турабыз, Бишкек аэропорттун асты жагындабыз. Мына козуларды биз сизге бир рет монтип көрсөтүп койдук. Токтоң. Как раз ургачы мына койгула турган сар козулар. Арзаныраак, бирок көп сандагы көрсөтүп беребиз. Козуларды көбөйтүп алайын десеңиздер, мына көрүңүздөр. 10 осы гана эркек экен, 160 баш ургачы. Бул жерде көрүп атасыздар. Өңі бұрак жоқ, ала чула муласы жоқ туғандар. Бұл жерде жалаң қара, каштан, қызыл, анан светло рыжий бар екен. Мына свет бұрак жоқ екен. Мына бір жақсына қозылар тұрады. Бұл бір алғанда көп талайын, азырақ алып, қошқар менен қылдап кетемін дегендерге өте жақсы вариант. Бұл жерде жаңағы бұрағы жоқ, емесі жоқ, ала чуласы жоқ, қороды бұзбай тұрған, сонда жақсы ургачы қозылар. Кейінгі жылға бұйырса солықтар сатыққа қойылды. Азыр мен есіне сұрай беремін. Қозылар үшірді Чүй облысына жаңыдан келді. Бұлар гисар қозылар. Жаш, толық сүттен бөлінген, бұйырса. Айлары қанша деді сізге ме? 3 ай 4 айлық. 3 ай 4 айлықтар, Чоң жапшына мұнанда каштанлар. Каштанлар қараңыздар өтті, соның қозылар екен. Енді бұлар жол жүріп азыр арық жүдеген мезгілі, да? Азыр 1 саат болды түшкөнүнө, сага біз свант етіп қойдық. Машалла. Мына қозы. Қой баққан өзі жақсы да, қойды береке бар дейді. Жош, қиналбайсың. Қой қылыңыздар туғандар. Қырғыз, негізі Алла қырғызға жайт берген, жерді берген. Бізде чөптен дағы қиналбайсыз, тойыттан дағы қиналбайсыз. Қой қылсаңыздар, өзіңіздер көресіздер. Қана? Шеп, бұл қозыларға өзіңіз не дейсеме? Бұларды мұндай көріністері қандай алған адам шудан үреп кетсін дейсіпі? Бір қородың қойлары дегендей. Шул нерсени мына арашан чарып ачат, шу гисардан, Эделбайдан аралаштырып. Бұл эми мына гисарларды алып келип атабыз. Өткөндө дагы өзүң тарткансың, баш. Андан кийин дагы бир камаз. Ошолор түтүп кеттиби? Түгөдү. Мына 170 баш түштү. Каштаны бар, сарысы бар, карасы бар. Баары таза кан. Аралашкан бар, неме эмес. Ана бүт кылчык жүндөр. Жанакы эки партия 100дөн келген козулар анан 20 баш токтулар бар сатып жүрдүңүз. Баары кымбат деп озачылагандар калды. 3 эле адам алып койду бөлө. Мына тугандар. Не кылат экен алар? Алгандар не деди? Бир клиентский отзывдан айтыңчы. Мына ат башылык алып кетти, ат башылык бир байке. Андан мурун оштон 100 алып кеткен. Кече дагы ошол бир камазды бир алды. Ушунчалык өзгөрүш күчтүү дейт. 15 күндө козуларым чоң өзгөрүш көрсөттү дейт. Анткени ат башынын жайыты көдө чөбү чүмбү. Ал жак. Мына табигый мындай башкача өсөт дейм ал жактын чөбү. Билесиздер го ошон үчүн кымыз, ат башынын кымызы дейт. Мына тугандар. Бул эми эт жана май багыты биздин Орто Азиянын климаты үчүн, Кыргызстандын климаты үчүн эң ушул кой эт жана май багытындагы парадаларга өтө жакшы ыңгайлаштырылган. Гисарбы, Арашанбы, Эдилбайбы өтө жакшы болот тугандар. Эми акырын биз бааларын сурай беребиз. Козуларды өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эң кичинекейлери мындай экен. Өтө жакшылары да бар, мына кулактары узун, мына көрдүңүздөр, чуркаган каштан козулар. Бул жерде сарылардын да чоңу бар экен, арасынан көрүш кыйын. Эң негизгиси үрөн урап кете турган бир короо экен да, баягы ала чуласы жок, бырак жок. Баягы кулагы кыскаларды, баягы эги камек деп коет, эги кыскалар. Мына мен байкабай элем. Бир түптүү бир короодун козулары экен. Буюрса сиздерге ушундай козулар ар бир кыргыздын короосунда болсун, жайытында болсун, сиздер дагы ушулардан кой үрөп кетиңиздер. Ушундайларды алып жок дегенде экономический бир арзаныраак мал издесеңиздер, ушуларды алып жакшы кочкор коюп кылдап кеткенге бир жакшы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар деген ойдомун. Эми бизге акырын баасын айтың эми. Арашандыкындай эмес, гисардыкындай эле кылып айтың. Өткөндө да эле ошо 14 000 деп сена койгонбуз. Андан келишебиз. 14 000 сомдон, Кеми бар. Дүң баасы. Дүң баасын кызыккан адам 14 000ден
Surabaya alып ketти at başılık bayke. Dökü bayke degen. Mına partiyаңыз жакшыраак экен, а? Семи жүдөбөй жакшы келип тура мынаулар, а? Bu tandalып alıngan отборный. Koronun içinden tandalып alınganlar. Майдалары өтө аз экен да мындачы. Şu 170 başın içinden 10 çaktı gana maydası var, kalanı büt. Erik yaş. O maydası da ayına kişineler de. Ооба. Эми туура туугандар. Быйыл жай төтө сонун, быйыл тойуттан да кыйналсак болот. Былтыркыдай ажиотаж жок. Чөп көп, масса көп. Алыңыздар, багыңыздар, сиздер дагы фермага өтүңүздөр. Кой багыңыздар. Бул бир жагдан сүннөт, бир жагдан караганга да жеңил, түйшүгү да аз. Аз билимсизден балага мурас, корооду көтөрөсүздөр. Өзүңүздөр ал жагын билесиздер. Анда эмесе байланышыңыздар колдон чыгарбаңыздар. Сиздерге жаккан болсо коркпой байланыша бериңиздер.